Биылғы жылдың тамыз айында Ақтоғай мен Бозшакөл жобаларына кеңсе қызметкерлерін іріктеу жұмыстары аяқталды. Олар Қазақмыстың іріктеуге қатысу үшін өтініш беріп үлгерген және әңгімелесу мен тестілеу сынды сынақтардан сүрінбей өткен қызметкерлер қатарынан жинақталады. Содан кейін тау-кен өндіру бағытында жұмыс істегісі келетін мамандардың өтініштері қарала бастамақ. Бұл бағыттар бойынша іріктеуге қатысқысы келетіндердің өтініштері биылғы жылдың сәуір айынан бастап қабылданған болатын. Қазір бізде кеңсе қызметкерлерін жинақтау жүріп жатыр. Бұл жұмыс тамыз айына дейін жалғасады. Күзге таман инженерлік техникалық персонал, содан соң жұмысшылар жинақталады. Сіздер қазірден бастап құжат өткізе аласыздар. Біз сіздің тәжірибеңіз бен біліміңізге қарай қызметтік нұсқаулықтар бойынша іріктеп аламыз. Бос орындар үшін жарияланған конкурсқа қатысқысы келетін үміткерлер Сәтбаевтағы қызметкерлерді іріктеу жөніндегі офиске түйіндемесін, жеке куәлігі мен оның көшірмесін, сондай-ақ біліктілігін растайтын куәліктердің көшірмесін әкеліп тапсыру тиіс. Үміткерлер кеңседе арнайы тіркеу формасын толықтырады. Содан соң бос орындарға лайықты деп танылған үміткерлер топтық тестілеуге шақырылады. Аталған жобаларға әртүрлі мамандықтар мен лауазым иелері қажет. Қос жобаның әкімшілік басқару аппараты шамамен 500 адамнан құралмақ. Ал тау-кен жұмыстарына 700-ге жуық адамды жұмылдыру көзделіп отыр. Бәрінен кен байыту саласында тәжірибе жинақтаған өндірістік мамандардың саны басым болмақ. Олардың жалпы саны 1,5 мыңнан асады. Бозшакөлдегі кен байыту фабрикасы мен кенді балшықтан тазартатын зауытқа 807 қызметкер. Ақтоғайдағы кен байыту фабрикасы мен тотықталған кен өңдеу кешеніне 711 адам жұмысқа алынады. Бозшакөлский проект это уже не мечты. Бозшакөл жобасы қиялдағы арман немесе қағаз жүзіндегі жоспар емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл аяқталуға жақын тұрған үлкен жоба. Болашақ фабриканың көлеміне назар аударыңыздар. Ол Жезқазғандағы бірінші және екінші фабрикамен бірдей. Осы кенішті игеретін команда қалыптастыру үшін біз болашақта жобада жұмыс істейтін адамдарды жинайтын кеңсе аштық. Мен бұл жобаны тұрақтылық еліміздің болашағы деп бағалар едім. Бозшакөлде бастапқы кен өндірісін 2014 жылдың сәуір айында бастау көзделіп отыр. Фабрика сол жылдың қыркүйегінде ашылуы тиіс. Ақтоғай жобасы кезең-кезеңмен іске қосылады. Оксидті кеніштердегі тау-кен жұмыстары 2014 жылдың көктемінде басталмақ. Сол жылдың соңында электролиз зауыты іске қосылады. Алғашқы кен 2015 жылдың қазан айында жеткізіледі деп жоспарланып отыр. Для тех людей, кто хочет работать в современных условиях, с современной техникой. Заманауи техникамен соңғы үлгіде жабдықталған өндіріс ошағында жұмыс істегісі келетіндерді қызметкерлер жинақтау процесіне үлес қосып, Қазақмыс корпорациясы тарихының бір бөлігіне айналуға шақырамын. Конечно же, это дело полностью добровольное. Ақтоғайдағы секілді Бозшакөлде де заманауи вахта қалашықтары салынады. Олардың құрамында тұруға қолайлы әрі лайықты жағдай жасалған кампус жатақханалары бар. Әр қалашық шамамен 1200 адамды қабылдай алады. Онда ұйықтайтын және демалатын бөлмелер, кір жуатын бөлме, асхана, жаттығу залы мен спорт алаңдары орналаспақ.